Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 84-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 4-ші тапсырма берілген. Біз сөз жұмбақты шешу керекпіз. Бізге берілген бірінші сұрақ бейбітшілік құсы. Бейбітшілік құсы көгершін. Екінші түнде ұшатын құс үкі. Үшінші төрт түліктің шөлге ең шыдамдысы түйе. 4 үрлеп аспанға ұшыратын зат шар. 5 тышқанның үй мекені. Бұл Н болып табылады. Сонда бізде балалар жауабы күйші деген сөз шығады екен. Келесі орындайтын тапсырмамыз сөз жұмбақтың шешуіндегі сөз бойынша тыңдайтын мәтіннің не туралы екендігін болжау керекпіз. Нарынның құмды ауылынан шыққан домбырашы қыз туралы аңыз әңгіме елден елге тарап кетті. Несін айтасың, 10 саусағынан күй төгілген майталман жорға дейді. Құрманғазыдан артық болмаса ешқандай кемдігі жоқ шебер дейді. Ойбай-ау, ешкімнен де домбыра үйренбеген дейді. Дина Құрманғазыдан үйреніп қалған ақсақ киік, алатау, балбырауын, қайран шешем күйлерін күн сайын әлденеше қайталап тартып отырушы еді. Домбырашы болу оңай нәрсе емес. Ең алдымен үнді дыбысты сүйе білу керек. Және оған өзіңше мән бере біл. Екіншіден, ерінбеген етікші болады деген мақалды біздің ел бекер айтпаған. Ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстауы керек. Мәтінде кім туралы айтылған? Дина туралы не білетініңді айт. Мәтінде күйші туралы айтылған. Дина Нұрпейісова қазақтың әйгілі күйші композиторы. Қазақстанның халық әртісі. Динаның бұлбұл, жігер, байжұма және басқа да көптеген күйлері бар. Мәтіндегі мақалды көркем жазып, етістіктің астын сыз. Ерінбеген етікші болады. Бұл жерде бізде болады деген сөзіміз етістіктің қызметін атқарып тұр. Келесі мәтінге сүйеніп, өнер адамы қандай болу керектігі туралы нұсқаулық жаз. Бірінші, өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстау керек. Екінші, ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Үшінші, үнді, дыбысты сүйе білу керек және оған өзінше мән бере білу керек. Бесінші тапсырма шығармашылық үзіліс. Берілген зат есімдерді тиісті етістіктермен сәйкестендір. Бұлбұл сайрайды, сиыр мөңірейді, аққу сұңқылдайды, бақа бақылдайды, түйе боздайды, қаз қаңқылдайды, тырна тыраулайды. Алтыншы тапсырма күрделі етістіктерді теріп жазу керек. Бұл жерде біздің күрделі етістігіміз оқып жүр, келе бастады, сүртіп жүр, жүгіре жөнеледі.